Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі математика пәнінен монеталармен төлеу тақырыбын өтеміз. Бүгінгі сабақта сен төлем жасау үшін монеталарды қалай сақтау керек екенін үйренесің. Мына монеталарды қалай сақтауға болады? 10 теңгелік бір монета 5 теңгелік 2 монетаға тең. 20 теңгелік бір монета 10 теңгелік 2 монетаға тең. Ал 5 теңгелік бір монета 2 теңгелік 2 монетаға және 1 теңгелік бір монетаға тең. 2 теңгелік бір монета 1 теңгелік 2 монетаға тең. Ал енді 50 теңгелік монетаны қалай сатуға болады? Мұқият тыңда. 50 теңгелік бір монетаны 20 теңгелік 2 монетаға және 10 теңгелік бір монетаға сатуға болады. Одан басқа 10 теңгелік 5 монетаға сақтауға болады. Ойланып көрейік. Санжардың 20 теңгелік монетамен 40 теңге ақшасы бар. Ол дүкеннен оқу құралдарын сатып алмақшы. Бұларға ақшаны тура төлеу үшін Санжар ақшасын қалай сақтауы керек? Алдымен оқу құралдарының бағасына назар аудар. Өшіргіш 10 теңге, түрлі түсті қарындаш 15 теңге және қарындаш 5 теңге. Санжар осы оқу құралдарын сатып алу үшін 20 теңгелік бір монетаны қандай монеталарға сақтауға болады? 20 теңгелік монетаны 10 теңгелік 2 монетаға сақтауға болады. Сонымен 20 теңгелік бір монетаға және 10 теңгелік бір монетамен оқу құралдарының ақшасын төлеуге болады. Орындап көрейік. Банан сатып ал. Қолданылатын монеталар саны аз болсын. Сен қандай монеталар ұсынар едің? Бананның бағасы 70 теңге тұрады. 50 теңгелік бір монета және 20 теңгелік бір монета ұсынуға болады. Немесе 20 теңгелік 3 монета және 10 теңгелік бір монета ұсынуға болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.